2015 жылға кәсіпкерлік секторын 2011 жылмен салыстырғанда 25 пайызға өсіру көзделген. Бұл қаланың кәсіпкерлік, өнеркәсіп бөлімі алға қойып отырған жоспары. Ұлғайту жоспары монағаларды дамыту, бизнес жоспары 2020, экспорт 2020 бағдарламаларының аясында жүзеге асырылмақшы. Мемлекеттік кәсіпкерлікті дамыту бағдарламаның жүзеге асыру бойынша мемлекеттік мекеме жоспарын орындау арқылы 2015 жылы кәсіпкерлік секторын 2011 жылмен салыстырғанда 25 пайызға ұлғайту жоспарлануда. Бұл көрсеткішке моноқалаларды дамыту, бизнес жол картасы 2020, экспорт 2020 және тағы басқа мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру арқылы қол жеткізу жоспарланып, төмендегі іс-шараларды орындауға мақсат қойып отырмыз. Осы жылдың басында қалада 3 жобаның ресми ашылуы болды. Сонымен бірге биылғы жылдың 2-ші тоқсанда тағы 7 жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Осы жылы Теміртау қаласында негізгі капиталына инвестициялар құю 66,2 миллиард теңге мөлшерінде жоспарланған. Негізгі инвестор ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы 2014 жылы төменгі жобалар іске асырылмақ. Яғни, екінші санаттағы номер 3 домна пешін күрделі жөндеуден өткізу. ТЭЦ 2 жоғарғы қысымдағы бу өткізгіштерін ауыстыру. Оған қоса тағыда іске асырылмақ жобалар. Алау жалын жауапкершілігі серіктестігі, Казарматура зауыты аталған. Теміртау кірпіші жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Цемент акционерлік қоғамы. Теміртау қаласында ірі, перспективті және келешекте құрылатын инвестициялар жобалар бар. Елімізде шағын және орта бизнесті дамытуға үлкен мән берілген. Айрықша қайта өңдеу құрылысын кеңейтуге қаржы қарастырылған. Қаламызда осы бағытта жобалар мен жоспарлар бар. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев шағын және орта бизнес субъектілеріне ұзақ мерзімді несиелер беру үшін ұлттық қордан 1 триллион теңге бөлуді тапсырды. Елбасы бұл несиелерді ең бірінші қайта өңдеу өндірісін құру жобаларын қаржыландыруға берілуі тиіс екендігін айтты. Бірінші бағыт өңдеу өнеркәсібінің жобалары бойынша шағын және орта бизнесті қолдау. Бұл бағыттар бойынша үкімет операторы болып Бәйтерек ұлттық басқарма холдингі болады. Қаражаттар кәсіпкерлікті дамыту қорынан беріледі. Несиелеу мерзімі 7 жылға дейін, пайыздық мөлшерлеме 7%.